Баршаңызға сәлем. Дәмі тіл үйретін, өзіне ғашық ететін өте керемет осындай шығыстың тәттісін дайындайтын боламыз. Яғни восточный пирог. Бұл енді өте оңай әрі жылдам дайын болады. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. 400 грамм ұнға 150 грамм сары май қосамыз. Сосын 100 грамм шекер қосамыз. 1 шай қасықта қопсытқыш, яғни разрыхлительді қосып, осын жақсылап араластырып аламыз. Майды осылай ұнмен езіп, жақсылап араластырып алыңыздар. Енді осыған 1 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып отырып, қамыр илеміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады, міне осындай болып. Енді осы қамырды формаға жайғастырып шығатын боламыз. Қамырдың үлкендігіне қарай өздеріңіз форманың размерін көз мөлшерімен алыңыздар. Енді осыны форманың астына бір тегіс етіп жайып шығамыз. Байқаған болсаңыздар, мен қамырдың азғантай бөлігін бір шетке алып қойдым. Оны қазір біз шетіне қолданатын боламыз. Мінекей астын тегістеп жайып шықтым. Енді бағана алып қойған қамырымызды осылай аз-аздан алып, осылай ұзындау етіп жасап, шеттеріне жабыстырып шығамыз. Құрметті көрермендер, Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп подписация жасауды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Енді осы қамырға салатын кез келген өздеріңіз қалаған кепкен осындай фруктиларды қолдансаңыздар болады. Бұл ішіне салатын біздің жемістеріміз қатып қалған рецепт жоқ. Өздеріңіз қалаған, жақсы көрген кептірілген жемістерді қолдана бересіздер. Мен өрік және де 2 түрлі мейіз қолдандым. Неке қара және де осындай түсті мейіздерді үлкендерінің ортасынан бөліп шықтым. Сосын аздап осындай грек жаңғағынан қолдандым. Жаңғақтың да қаншама түрлері бар, басқа түрлерінде қолдануға болады. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз да, бағана дайындап қойған қамырымызға салып шығамыз. Бір тегістетіп жайып аламыз. Енді осыған бір 280-250 граммдай изгушунка, яғни қойытылған сүтті құйып шығамыз. Әрине оны бірден барлық жеріне бір тегістетіп, бірден құйып шығу мүмкін емес, осылай тегістеп аласыздар. Бетін жақсылап тегістеп алған соң 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, біздің пирогымыз дайын, пісіп шықты. Енді осыны формасын алып, суығанға қалдырамыз. Яғни пирогты суытпай жатып, бұны кесуге болмайды. Есте сақтаңыздар. Қараңыздар, осындай биік болып, әдем болып көтеріліп шықты пирогтарымыз. Қазір осыны суыған соң сіздерге қалай жұмсақтықта шыққанын кесіп көрсететін боламын. Мінекей, пирогты суытып, мен басқа ыдысқа салып алдым. Қараңыздар, өте сұлу, енді дәмі деген тіл үйретін осындай бір тойымды пирогтардың бірі. Әсіресе ораза айында сәресіне ауызашарға міндетті түрде жасап беріңіздер. Тойымды әрі жұмсақ тәттілердің бірі. Міне, асты барлығы бір тегісте әдем болып пісіп шықты. Жұмсақтығы осындай. Ас болсын.